Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітабы бойынша 84-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Entertainment values, why we should read. Біз не үшін оқуымыз керек? Exercise 1. Бірінші жаттығуымыздың A тапсырмасы. Read the sentences. Which sentences give reasons why it is important to read fiction, non-fiction? Decide in pairs. Қандай сөйлемдер көркем әдебиетті немесе көркем әдебиет емес оқуды маңыздылығын, себептерін береді? Жұппен бірге шешесіңдер. Біріншісі, reading is fun. Оқыған бұл көңілді. Бұл оқуға жатады, дұрыс. Екіншісі, why should we read? We can watch films instead. Біз не үшін оқуымыз керек? Оның орнына фильм қарайық дейді. Бұны оқуға жатқызбаймыз, дұрыс емес. Үшіншісі, we don't need books. We can watch TV instead. Бізге кітаптардың керегі жоқ. Біз телевизор қараймыз. Бұл дұрыс емес, бұл оқуға жатпайды. Төртіншісі, what I like most in that I can be part of the story. Маған ең ұнайтыны оқиғаның бір бөлігі бола алатыным. Бұл кітап оқуға жатады. Дұрыс. Бесіншісі, I learn new words and can write better. Мен жаңа сөздерді үйреніп, жақсырақ жаза аламын. Дұрыс, бұны біз кітап оқуға жатқызамыз. Алтыншысы, films have better images and I can see what happens in action. Фильмдерде жақсы бейнелер бар және қандай іс-әрекет болып жатқанын мен көре аламын дейді. Біз бұны оқуға жатқызбаймыз. Жетіншісі, I like reading about other people's lives and their cultures. Мен басқа адамдардың өмірі жайлы оқығанды ұнатамын. Бұл дұрыс, біз бұны оқуға жатқызамыз. Сегізіншісі, a story isn't just a story. It teaches us other things, such as friendship, love, things we need in our lives. Әңгіме, ол жай ғана әңгіме емес, ол бізге достық, махаббат, басқа да өмірге қажетті нәрселерді үйретеді. Бұны дұрыс оқуға жатқызамыз. Тоғызыншысы, I prefer to play computer games. They are full of action. Мен компьютер ойындарын ойнағанды жақсы көрем, өйткені ол жерде толы әрекет. Жоқ, бұл дұрыс емес. Оныншысы, I like seeing how characters solve their problems. This helps me too. Мен кейіпкерлердің мәселелерін қалай шешкендігін көргенді ұнатамын, ол маған да көмектеседі дейді. Бұл дұрыс. Келесі, бірінші жаттығуымыздың B тапсырмасы. Complete the sentence. Сөйлемдерді ары қарай жалғастыру қажет. I like reading because мен кітап оқығанды ұнатамын, өйткені ары қарай өз ойларыңмен не үшін кітап оқығанды ұнатасыңдар, өз ойларыңнан жазасыңдар. I like reading because I want to learn new interesting information. Reading is good habit. Мен кітап оқығанды ұнатамын, өйткені мен жаңа қызықты ақпараттарды білгім келеді. Оқу бұл жақсы әдет. Келесі тапсырмаға көшеміз. Exercise 2, екінші жаттығу. Do the quiz. Mark the sentences true or false. Квиз жасау керек. 6-шы бөлімдегі сабақтардан алынған сұрақтар дұрыс немесе бұрыс екендігін анықтаймыз. Біріншісі, Alexander Pushkin was a Russian poet. Александр Пушкин ресейлік ақын. Бұл дұрыс, true. Екіншісі, The fisherman and the fish is a myth. Балықшы адам және балық бұл аңыз. True, дұрыс. Үшіншісі, The sheriff is the Earl of Huntingdon. Шериф Хантингдон графы. False, бұл дұрыс емес. Төртіншісі,
Robin Hood escaped to Sherwood Forest. Робин Гуд Шервуд орманына қашып кетеді. True, дұрыс. Бесіншісі, Алдар Көсе gave Kazakhstan the Karatau Mountains. Алдар Көсе Қазақстанға Қаратау тауын берді. False, бұл дұрыс емес. Алтыншысы, Бурабай National Park is the pearl of Kazakhstan. Бурабай ұлттық паркі бұл Қазақстанның інжу маржаны. True, дұрыс. Жетіншісі, Two giants in the Altai Mountains were friends. Алтай тауларындағы екі алып, олар достар болды дейді. False, дұрыс емес. Сегізіншісі, The dombra is a musical instrument. Домбыра бұл музыкалық аспап. True, дұрыс. Келесі тапсырмаға көшеміз. Exercise 3, үшінші жаттығу. Look at the model 6 and write a true or false quiz of your own similar to the one above. Алтыншы модульге қарайсыңдар және тура жоғарыдағыдай етіп true false жасауларың керек. Өткен тақырыптарға қатысты етіп жасайсыңдар. Бірінші, менің жасағаным Robin Hood lives in Sherwood Forest. Робин Гуд Шервуд орманында өмір сүреді. True, дұрыс. Екіншісі, Алдар Көсе is evil man. Алдар Көсе жауыз адам. False, дұрыс емес. Алдар Көсе мейірімді адам болған. Үшіншісі, The two giants were brothers. Екі алып, олар ағалы інілі болған. True, дұрыс. Төртіншісі, The older brother didn't like music. Үлкен ағасы музыканы ұнатқан жоқ. True, дұрыс. Бесіншісі, The younger brother wanted to be famous. Кіші інісі атақты болғысы келеді. Бұл дұрыс емес. False. Міне бұл үшінші жаттығуымыздың дұрыс жауаптары. Келесі тапсырма. Exercise 4, төртінші жаттығуымыз. Song and listen and feel in the missing words. Then listen again and sing along. Сендер бұл тапсырмада тыңдалым тыңдау арқылы төменде берілген әннің бос орындарына түсіп қалған сөздерді дұрыс қойып шығуларың қажет. Сосын тыңдалымды қайта тыңдап, бірге ән айтуларың керек. Fairies in the woods. Many years ago, when I was very young and there was lots of magic around, I went out for a walk in the woods. And this is what I found on a stone by a stream in the heart of the woods. Danced there on a stone in the wood. Was a truly wonderful sight. I looked at the light, and soon I saw it was a fairy with golden wings. She spoke to me right there in the woods and told me magical things. I believed in fairies right there and then, and I knew that they were good, and I knew that I could never forget my magical walk in the woods. Міне біз әннің түсіп қалған жердегі сөздерін қойып шықтық. Осымен оқушылар, бүгін сендермен 84-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындадық. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Достарыңмен бөлісуді ұмытпа.